Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге осындай керемет, өте дәмді әрі тез уақытта дайын болатын рулеттің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Почти менің байқағаным 70-80% қолдаушыларым тіркелмей қарайды екенсіздер. Осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетсеңіздер. Бұл рулеттің жасалу барысы видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Бізге бұл рулетті жасау үшін қажет болады 3 жұмыртқа, бисквитіне сүт, шекер, ұн және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен біз ортасындағы начинкасын дайындаймыз. Оған бізге алма мен шекер қажет болады. Ең алдымен тазартылған алмамызды теркадан өткізіп алатын боламыз. Алманы теркадан өткізіп алдым барлығын. Енді үстіне 3 қасық шекер саламын. Бұл бисквиттің шекерінен бөлек 3 қасық алмаға салынады. Егер алмаларыңыз қышқыл болса, 4 қасық салуға болады. Мен 3 қасық салып жатырмын. Енді осы алманы баяу отта пісіріп алатын боламын. Осындай сковородкаға алманы саламыз. Су шығып тартылғанша сковородкада пісіретін боламыз. Егер алмаға корица қоссаңыздар да болады, егер ұнататын болсаңыздар. Мен алманы тек шекермен ғана қосып жасап жатырмын. Осылай өзінің суы шығып, суы тартылғанша қызартып пісіртіп аламыз. Піскен уақытта мен лимон қосамын. Алманың суы тартылды. Енді алманың үстіне бір кесек, бір 10 грамм ба сондай сары май салдым. Немесе бір столовый ложка сұйық май қосаңыздар болады. Енді осы мен үстіне лимон қосып жіберемін. Лимонның соғын. Және де седрасын қосамын. Сыртқы қабығын теркадан өткізіп. Енді бисквитімізді істегенше бұл суып тұра береді. Енді бисквитімізді жасайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып қосып аламыз. Үстіне шекерді салып, жақсылап аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Миксерлеп болдық. Енді үстіне сүтті құямыз. Оның үстіне ұнымызды 2 бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігі кетті. Аздап миксерлеп аламыз. Екінші бөлігін саламын. Үстіне жарты шай қасық разрыхительді қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Формамызды алып, үстіне начинкамызды саламыз, жаңа алманы. Жақсылап бір тегіс етіп жазып шығамыз. Жазып шықты. Енді үстіне дайындаған массамызды құямын. Барлық бөлігіне жеткізіп құю керек. Енді қызып тұрған 170 градус аралығында 15 минут пісіріп аламыз.
Бұл жұқа болғандықтан тез піседі бисквитіміз. Рулетіміз пісті. Енді ыстық болып тұр. Осыны ыстықтай орау керек болады. Бізге оны алу үшін ең алдымен осындай противен қолданамыз. Өйткені астындағы алма төгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан барынша ақырындап осылай аударып. Міне. Енді астындағы міне алдық. Енді ақырындап ыстықтай орайтын боламыз. Майлыққа орасаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты өзін орап алсаңыздар да болады. Енді осыны майлыққа орап қоятын боламын. Ыстық күйінде орау керек. Осылай суығанша осы майлықтың ішінде тұрады. Қыздар, рулетіміз дайын болды, суыды. Енді екі шетіне тегістеп кесіп алатын боламыз. Тегістеп аламыз осылай кесіп, және де ортасынан бөліп теңдеп бөлеміз. Қараңыздар, ортасы өте әдемі болып шыққан. Енді осылай ыдысқа қойып, бетіне сахар мен пудра сеуіп шығам әсемдік үшін. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді рулет шығады. Сіздермен болған мен Гүлжанар.